мына күш алаң арзан болды екен деп әйтеуір іше беруге болмайды, себебі бұл бір жағынан улы нәрсе болып табылады. Бұны енді осы күйінде алла салмай өңдеу керек. Мынау өңделген түрі мына құмдікі ғой. Құмдікін өңдеген кезде осындай болып шыға келеді. Енді бұны мынау ас қорыту үшін біріншіден, екіншіден күш қуатты арттыру үшін, жаңағы шаршап жүрген болса, ұйқысы қанбай жүрген кезде бір ішіп қойса жақсы көмектесіп қояды. Мынау қымызға да қосып ішеді, жаңағы ас қорыту үшін. Бұл енді ащы болғандықтан өтке бауырға жақпайды, сол үшін өңдеп барып ішкен дұрыс. Бұл не дегенмен улы ғой. Бұл құмдікі, таудікі онша әсер етпейді, құмдікі жақсы әсер етеді. Енді мынаны қараңыздар. Біздегі мына өңделген варианты бар. Өңделгені мына 500-тіктен жоғарғаны сатылады, 500-тігі 5000 теңге деген сияқты. Үшу жолын барлығын айтамыз. Алғаннан кейін онысы да 8-707-257-14-19 WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, тек алатын жағдайда. Ал егер артық сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға қойыңыздар, сол жерден жауап жазып бере саламын. Осындай жаңағы мынау базарда 500 теңге тұрады ғой штугы, сенде 1000 теңге деген нәрсе, ол жаңағы өңдегенім үшін және дұрыс қолдануын айтқаным үшін. Ал жаңағыдай 500 теңгеден алғыларыңыз келсе, базардан барып ала берсеңіздер болады. Ем болсын барлықтарыңызға.